أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті мұсылман бауырлар, ағалар, інілер, Алла субханаху ва тағала баршамыздың жасап жүрген құлшылық ғибадаттарымызды, амалдарымызды қабыл қалсын дейміз. Амал әрекеттерімізде кетіп жатқан кейбір кемшіліктер болса, Алла субханаху ва тағала өзінің ғафур рахим есім сипатымен баршамызға жарлыққа берген. Алла тағала баршамыздың тәубелерімізді қабыл еткен. Иншалла бүгінгі біздің құптан намазына дейінгі уағызымызда мына мәселені қозғаймыз. Бұл нәпіл намаздар төңірегінде және сол нәпіл намаздардың ішіндегі мынау сүннет намаздар. Дәлірек айтқан кезде бекітілген сүннет намаздар. Сол бекітілген сүннет намаздардың саны қанша? Ракағаттардың саны қанша? Және олар қалай оқылады? Оның дәлелі не деген мәселелерін иншалла қозғайтын боламыз. Мына менің қолымдағы кітап Убайдулла ибн Мас'уд рахимахулланың Мұхтасарул Виқая деген кітабы бар. Осы Орта Азияға кең танымал, Қазақстанға кең танымал кітап. Және сол кітаптың шархы, мына Фатху Бабил Иная деген кітап. Бұл кітап үш томнан тұрады. Өзі мәтіні кішкентай, бірақ шарх жаңағы хадистер менен, сол сияқты Құранның аяттары менен, және де ғұлама ғалымдардың сөздеріменен толтырып, ішін Алиул Қари өзіне алған түсіндірген. Мына осы кітаптың бірінші томы, мынау сүннет намаздар төңірегінде иншалла біздер тақырыпты қозғайтын боламыз. Неге бұл сүннет намазын қозғаймыз? Себебі сүннет намазында да көптеген сұрақтар бар. Қалай оқылады деген мәселелер. Және ашық көрініп жүрген кейбір айтқан кезде шариғат тұрғысынан алған кезде кішкене қате болып есептелетін кейбір амалдар бар. Иншалла соларға біз ескертіп, көрсетіп отырамыз иншалла. Енді Убайдулла ибн Мас'уд рахимахулла өзінің Мұхтасарул Виқая деген кітабында жазады: وَسُنَّ قَبْلَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الظُّهْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ رَكَعَتَانِ. Бірінші екі ракағат намаздың сүннет екенін айтады. Яғни таң намазының алдында екі ракағат сүннет намазы бар, фарыздың алдында деген сөз. Және бесін намазынан кейін, мынау ақшам намазынан кейін, және құптан намазынан кейін екі ракағат намаз оқу сүннет болып есептеледі деген. Сол сияқты وَقَبْلَ الظُّهْرِ وَالْجُمُعَةِ, және жұма намазынан алдын, сол сияқты бесін намазынан бұрын, وَبَعْدَهَا, және жұма намазынан кейін, أَرْبَعٌ بِتَسْلِيمَةٍ, бір сәлемменен төрт ракағат намаз сүннет болып табылады. Түсінікті ме? Яғни бір сәлеммен деген сөздің мағынасы, мысалы үшін жұма намазының алдында төрт ракағат сүннет оқылады, немесе бесін намазының алдында төрт ракағат сүннет оқылады. Бір сәлеммен деген, яғни ортада сәлем бермей, ең соңында бірақ сәлем беру деген сөз. Төрт ракағаттан кейін бірақ сәлем беру деген сөз. Олай болса, мына бір сәлемменен осылай төрт ракағат сүннет намазын оқу, жұма намазынан алдын, және де мынау бесін намазынан алдын, сол сияқты жұма намазынан кейін төрт ракағат сүннет намаз оқу, бұл сүннет болып есептеледі деген. Міне енді иншалла осыларға біз тоқталамыз қазір. Мынау Алиул Қари рахимахулла, ханафи ғалымдарының бірі,
осы кітабында біраз мәліметтер біздерге береді екен, хадистерге сүйеніп отырып. Енді осы жерде бірінші біз әрине таң намазының 2 ракағат сүннет намазына тоқталамыз. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам таң намазының осы сүннет намазына байланысты мынандай хадистер бар. Қазір ол хадистерге кірмей тұрып біз мына нәрсені айта кетейік. Қараңыздар, мына пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламнан келген біздерге құдси хадистердің бірінде, сенімді жолмен жеткен құдси хадистердің бірінде былай айтылады: Алла субханаху ва тағала ертеңгі күн дейді, адам баласының ең бірінші сұралатын нәрсе ол не? Ол намаз екен. Адам баласынан ертеңгі күн Алланың құзырында адам қандай амалдан сұраққа тартылады? Ең бірінші кезекте намаздан сұраққа тартылады екен. Ең бірінші намазы сұралады екен. Сонда Алла Тағала бұйырады екен періштелерге: пендемнің мына парыз амалдарын салыңдар деп. Сонда таразыға бірінші кезекте парыз амалдар салынады екен. Егер парыз амалдар жетпей тұрған болса, парыз намаздар жетпей қалған болса, Алла субхана ва тағала бұйырады екен: енді менің пендемнің нәпіл құлшылықтарын салыңдар дейді. Сонда мына біздің оқып жүрген нәпіл намаздарымыз, қосымша ғибадаттарымыз, солардың барлығы салынады екен. Міне сол кезде таразы ауыр басып, әлгі пендесі жәннатқа жол тартады екен. Демек біздер нәпіл намаз деп, сүннет деп біз бейжай қарамауымыз керек. Барынша сол сүннет намаздарымызды толыққанды өтеуге тырысуымыз керек екен. Иншалла ол жайында да қазір хадистерге біз тоқталатын боламыз. Ал енді таң намазының 2 ракағат сүннетіне байланысты хадиске келетін болсақ, Алла субхана ва тағаланың елшісі пайғамбар алейхиссалату вассалам айтады екен: ракаатал фаджри ахаббу илайя минад дуния ва ма фиха. Мынау таң намазының 2 ракағат сүннет намазы дейді, мен үшін мына дүниеден және де дүниедегі барлық нәрседе мен үшін әлдеқайда қайырлы деген екен, әлдеқайда сүйкімді деген екен. Ахаббу деген сөздің мағынасы сүйкімді, маған көзіме жақсы көрсетілген іс деген сөз. Сондықтан олай болса, таң намазының 2 ракағат сүннетіне Алла елшісі өте қатты мән бергендігін осыдан біз көреді екенбіз. Ал тағы бір хадистің басқа нұсқасында, осы хадистің басқа нұсқасында хайрун минад дуния ва ма фиха, мына дүниеден және дүниедегі нәрселерден де қайырлы, жақсырақ деп келген екен. Міне бұл хадистер қай хадис кітаптарында келген? Имам Абдур-Раззақ рахимахулла жеткізген екен. Сол сияқты имам Муслим, имам Тирмизи және де басқа да хадисші ғалымдар осы хадисті бізге жеткізген екен. Тағы бір хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам былай деп айтады: ла татруку ракаатайил фаджр фа инна фихима рағаиб. Мынау таң намазының 2 ракағат сүннетін тәрк етпеңдер, себебі расында ода адам баласына айтқан кезде мынау рағаиб дегеніміз Алла субхана ва тағаланың мейірімін тартатын біздерге, кешірімін біздерге тартатын нәрселер бар дейді. Түсінікті ме? Немесе оның ішінде адам баласы қызығатын көптеген мәселелер бар, нығметтер бар, оның ішінде сауаптар бар деген мағынаны береді екен. Міне бұл хадисті имам Ад-Дайлами және имам Ат-Табарани өздерінің хадис кітаптарында келтірген екен. Ары қарай тағы да осы таң намазының сүннетіне қатысты бірнеше хадисті оқып отырамыз. Пайғамбар алейхиссалату вассалам өзінің хадисінде айтады: «Уала тадаухума ва ин тарадаткумул хайл». Мына таң намазының 2 ракағат сүннетін тәрк етпеңдер, орындамай тастамаңдар, тіпті сендерді атты әскер қуаласа да дейді. Атты әскер сендерді қуалап келатса да, бұл таң намазының 2 ракағат сүннетін тәрк етпеңдер дейді. Әрине бұл жердегі мағынасы бұл асыра айтылған сөз. Әрине жаңағыдай адам баласының денсаулығына бір зиян тиген кезде ол не істейді? Барынша жаңағыдай өзінің денсаулығын сақтауға, өзінің өмірін сақтап қалуға талпыну керек. Бұл жерде әрине асыра айтылған сөз, мубалаға деген мына араб тілінде сөз бар. Яғни бұл жерде қандай болмасын біздер мына таң намазының 2 ракағат сүннетіне мән беруіміз керек екендігін қатты айтқан сөз болып есептеледі екен. Жақсы, енді қараңыздар, бұл имам Абу Дауд жеткізген бұл хадисті және имам Ахмад осы хадис жеткізген екен. Ары қарай Айша анамыздан
бір хадис келеді осы тақырыпқа қатысты. Кана набию саллаллаху алейхи уассалам юсалли ва яда. Алла елшісі дейді, мына нәпіл намаздарға қатысты айтады. Біраз нәпіл намаздарды Алла елшісі оқиды, кейде оқымай қояды. Түсінікті ғой? Бұны кім айтып жатыр? Айша анамыз айтып жатыр. Біраз нәпіл намаздарды Алла елшісі кейде оқиды, кейде оқымайды. Яғни оқиды, оқымайтын кездерде болады деген мағынада. Валакинни лам араху тарака ракаатайни қобля салатил фаджр. Бірақ мен ешқашанда Алла елшісінің таң намазының алдындағы 2 ракағат сүннетті оқымай қойғанын көрген емеспін дейді. Ол кісі үнемі оқитын еді дейді, таң намазының алғашқы 2 ракағат сүннетін. Қараңыздар, көрген емеспін тәрк еткен дейді. Ла фи сафарин, сапарда да, вала фи хадарин, жаңағы тұрғылықты жерде болсын мейлі, вала сиххатин, дені сау кезінде де, денсаулығы бар кезінде де, вала сақамин, және науқастанған кезінде болсын, ешқашанда бұл таң намазының 2 ракат сүннетін тәрк еткен емес дейді. Міне олай болса, міне бұл қаншалықты маңызды амал екенін біз осыдан көре алады екенбіз. Енді кейбір ғалымдар осы хадистерге сүйене отырып, тіпті бұл таң намазының 2 ракат сүннетін фарыз деп айтқандар да бар екен, уәжіп деп айтқандар да бар екен. Бірақ біздің мазхабта әрине ол сүннет болғанда да өте күшті сүннет болып есептеледі екен. Түсінікті ғой? Енді жаңағы мынау біз жоғарыда айтқандай, біздер күніге қанша бекітілген сүннет намаз оқуымыз керек? Ракағаттармен есептеген кезде. Әрине ол хадистерде келуі бойынша 12 екен. 12 ракағат бекітілген сүннет намаз оқимыз әр күні. Міне бұған байланысты қараңыздар, пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам өзінің бір хадисінде айтады: "Ма мин абдин муслимин юсалли лиллахи фи кулли яумин 12 рак'атан татаввуан мин гайрил фарида илля баналлаху лаху байтан фил джанна." Алла елшісі айтады осы хадисінде, қандай да бір мұсылман пенде дейді, қандай да бір мұсылман пенде күніге 5 уақыт, мына 5 уақыт фарыздан бөлек 12 ракағат намаз оқитын болса, нәпіл ретінде дейді, 12 ракағат намаз оқитын болса, Алла субхана ва тағала оған жәннатта бір үй тұрғызып береді дейді. Ойлаңыздар, яғни 12 ракағат нәпіл намазға мән беретін болса, онда ол жәннатта оған не тұрғызып береді дейді? Үй тұрғызып береді дейді. Енді қараңыздар, бұл хадисті біздерге рауаху муслим, имам Муслим, ва Абу Дауд, ва Ибн Мажа, ва Ахмад, міне осы ғалымдар жеткізген екен бұл хадисті. Және де вазада Тирмизи ва Насаи, имам Тирмизи және имам Ан-Насаи пайғамбар алейхиссалату вассаламның осы хадистегі жалғасын да жеткізген екен біздерге. Бұл хадистің жалғасы бар екен. Жалғасында былай келген екен, қараңыздар: арбаан қобля зухр, 5 намаздың алдында 4 ракағат, ва ракаатайни ба'даха, 5 намазынан кейін 2 ракағат, ва ракаатайни ба'дал магриб, ақшам намазынан кейін 2 ракағат, ва ракаатайни ба'дал иша, және құптан намазынан кейін 2 ракағат, ва ракаатайни қобля салатил ғада, таң намазынан алдын 2 ракағат деген. Яғни бұл жерде мына 5 намазынан алдын, 5 намазынан кейін деген кезде, немесе мына кез келген намаз, 5 уақыт намаз, бұл жерде парыз айтылып отыр. Түсінікті ғой? Яғни 5 намазынан алдын 4 ракағат десе, 5-нің фарызынан алдын 4 ракағат деген сөз. Түсінікті ғой? Мен осы мынау 5 намазының алдында 4 ракағат сүннетті бөліп оқымайды біздің мазхабта. Оны бірге оқиды, қосып оқиды 4 ракағаттың бәрін. Дегенді айтып отырмын бір жерде, сонда бір кісі сұрақ қойып отыр, айтып отыр. Енді бұл мынандай хадистерді келтіріп жатырмыз. Сонда айтады, бұл хадистер айтып отыр өзі 5-нен алдын деп отыр ғой. О демек 5-нің сүннетінен алдын оқып жатқан намаз, оқылатын намаз дейді. Мына нәрсені білдіңіздер, бұл жерде 5-нен алдын десе, немесе жаңағы ақшамнан кейін десе, бұл жерде фарыздан кейін деген мағынада, фарыздан алдын деген мағынада. Түсінікті ғой? Әйтпесе фарыз сүннеттен алдын бөлек бір 4 ракағат сүннет намаз, ол жоқ ол нәрсе. Фарыздан алдын өзі 4 ракағат өзі бірақ намаз. Түсінікті ғой? Сондықтан да бұндай қате біз түсінікке бармауымыз керек екен. Олай болса,
Енді осы хадистен біз көрдік, демек 12 ракағат намаз деген ол қай намаз екен? Қараңыздар. Таң намазының алдында қанша ракағат? 2 ракағат, фарыздың алдында. Бесін намазының алдында қанша ракағат? 4 ракағат. 6 болды. Одан кейін ақшам намазынан, бесін намазынан кейін қанша ракағат? 2 ракағат. Одан кейін мынау ақшам намазынан кейін қанша ракағат? 2 ракағат, 10 болды. Және құптан намазынан кейін қанша ракағат? 2 ракағат. Міне осылайша 12 ракағат болады деген. Көрдіңіз ғой? Міне хадисті аср намазындағы ол бекітілмеген сүннет, ол бар, бірақ бұл 12 ракағатқа кірмейді екен. Яғни Алла субханала тағаланың елшісі пайғамбар алейхиссалату вассалам біздерге осы мынау кімде-кім 12 ракағат намазға мән берсе, Алла тағала оған жәннатта үй тұрғызып береді деп айтты ғой. Демек осы 12 сүннет намазды айтып отыр. Сондықтан 12 ракағат намазды айтып отыр. Ау. Парыздың реті ғой. Иә. Парыздың реті қалай? Бұл жерде мынау хадистің жалғасында келіп отыр ғой біздерге. Мына бесіннен алдын, сосын жаңағы не дейді? Бесіннен кейін, ақшамнан кейін, құптаннан кейін, таң намаздан алдын деп нақты көрсетіп беріп тұр. Демек бұл жерде не? Сүннет намаздар айтылып отыр екен. Олай болса, міне енді осы хадистердің үкіміне келетін болсақ, қол ат-Тирмизию, имам ат-Тирмизи рахимахулла айтады екен, хасанун сахих. Бұл хадис біздерге хасан жолмен де жеткен және сахих жолмен де жеткен хадис деген екен. Бұны осылайша түсіндірген бұл кісінің сөзін Ибн Хаджар ал-Асқалани рахимахулла осылай түсіндірген екен. Жақсы. Және де Айша анамыздан да тағы да бір хадис келеді. ولقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته قبل الظهر 4 ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين. Пайғамбар алейхиссалату вассалам, енді ол кісінің үйі, бөлмесі мына мешітке іргелес еді, оны білесіздер. Мешіттің жаңағы кәдімгі қабырғасының ар жағы ол кісінің үйі еді, қабырғалас еді. Міне сол үйінде ол кісі бесін намазында дейді, не істейді? 4 ракағат үйде оқитын, сосын жамағатқа шығып имам болып 4 ракағат жаңағы намаз оқитын, кейін үйге кіріп 2 ракағат оқитын еді дейді. Демек сүннет намаздарды пайғамбар алейхиссалату вассалам қайда оқыған? Үйінде оқыған екен. Біздерде барынша үйлерімізді жаңағы хадисте келеді ғой, үйлеріңді жаңағы қабірстанға айналдырмаңдар, үйлеріңде намаз оқып тұрыңдар дейді. Біздер барынша мүмкіндігіміз болғанша сүннет намаздарды үйде оқығанымыз жақсы. Бірақ әрине үйіміз егер мешітке жақын болса, бірақ мешіттен үйіміз алыс болатын болса, біз үйде жаңағы уақыт кіре салысымен сүннетімізді оқып, келіп мешітке үлгере алатындай болсақ, солай жасаймыз. Ал егер мешітке келіп үлгере алмайтын болсақ, онда әрине бірден мешітке келіп, солай оқуға тырысуымыз керек екен. Жақсы. Енді мынау уамма каунуха битаслиматин. Мына жоғарыдағы хадис имам Муслим жеткізген, рауаху Муслим, ары қарай жалғастырамыз. Ал енді мынау бесін намазының алдында 4 ракағат сүннетке келсек, оның бір сәлеммен оқылатынына келсек дейді, қараңыздар. Енді мына нәрсені айта кетейік. Айша анамыздан тағы бір хадис келген. Пайғамбар алейхиссалату вассалам мынау көп намаздардың ішіндегі мынау нәпіл намаздардың ішінде таң намазының 2 ракағат сүннеті менен бесін намазының алдындағы 4 ракағат сүннетке өте қатты мән беретін еді деген пайғамбар алейхиссалату вассалам тағы бір хадис бар екен, Айша анамыздан жеткен. Ол да сахих хадис. Түсінікті ғой? Яғни бір риуаятында тек таң намазының 2 ракағат сүннеті айтылған болса, бір риуаятында таң намазының 2 ракағат сүннетімен қоса бесіннен алдыңғы 4 ракағат сүннет айтылған екен. Түсінікті ғой? Олай болса, мына осы 2 нәпіл намазға ерекше мән берген деген мағынада хадистер бізге жеткен екен. Ары қарай, ал енді бесін намазының алдындағы 4 ракағат сүннетті бір сәлеммен оқу керек. Яғни намаздың ең соңында, 4 ракағат намаздың соңында бірақ сәлем беру керек деген пікір айтылды. Бұның дәлелі не? Фалима фи муаттаи Мухаммад ибн ал-Хасан. Мухаммад ибн ал-Хасан аш-Шайбани. Білеміз ғой кім екен бұл кісінің, кімнің шәкірті бұл кісі? Имам Абу Ханифа рахимахуллахның шәкірті. Міне осы кісінің Муатта деген кітабы. Осы Муатта деген кітабында қараңыздар, айтады екен. Қола. Хаддафана Букайр ибн Амир ал-Бажали. Бізге осы кісі жеткізді. Ан Ибрахима ва Шаби. Ибрахимнен жеткізген екен және Шабиден жеткізген екен.
ан Аби Айюб ал-Ансари. Сахаба кімнен? Абу Айюб ал-Ансаридан жеткізген екен. Абу Айюб ал-Ансари ол қай сахаба еді? Бұл кісінің қандай оқиғасы бар пайғамбарымызбен бірге? Соғыстарға қатысқан белгілі. Сол сияқты жаңағы Мәдинаға бірінші көшіп келген кезде осы кісінің үйінде не болады? Қонады, мешіт тұрғызылып біткенге дейін осы кісінің үйінде тұр. Жақсы. Анна набия саллаллаху алейхи ва саллям, сахаба жеткізеді екен. Кана юсалли қабла зухри арбаан иза залати шамсу. Күн тас төбеден ауған кезде дейді. Яғни бесін намазының уақыты кірген кезде пайғамбар алейхиссалату вассалам 4 ракағат намаз оқитын еді дейді. Ан Аби Айюб ал-Ансари. Мына сахаба Абу Айюб ал-Ансаридан жеткізілді. Фасаалаху Абу Айюб ал-Ансари ан залик. Абу Айюб ал-Ансари осының себебін сұрайды екен пайғамбар алейхиссалату вассаламнан. Уа Алланың елшісі, сіз неге бұл 4 ракағат намаз оқисыз деп. Демек, мына кісі сұрап атқан кезде әлі мұсылмандар 4 ракағат сүннетті барлығы оқып жүрмеген деген. Енді еніп жатыр сүннет ретінде. Түсінікті ғой? Әрбір амал бірте-бірте енген. Түсінікті ғой? Сонда сахаба сұрақ қойды: "Я Расулалла, неге бұл 4 ракағат намаз оқыдыңыз?" деген кезде пайғамбар алейхиссалату вассалам жауап берген екен. Фақола: "Инна абуаба самаи туфтаху фи хазихи саа." Осы сәтте дейді. Яғни күн дәл төбеден ауған сәтте, бесін намазының уақыты кірген сәтте аспан есіктері айқара ашылады дейді. Аспанның есіктері айқара ашылады. Фаухиббу аясада ли фи тилка саати хайр. Осы сәтте, яғни бесін намазының уақыты кіре салысымен менің бір жақсылығым Алланың құзырына жетсе екен деп мен қалаймын дейді. Түсінікті ғой? Сонда фақола, қараңыздар, қульту дейді, мен айттым дейді. Сахаба айтып жатыр, Абу Айюб ал-Ансари айтып жатыр. Афи куллихинна қираа. Бұл 4 ракағаттың барлығында қираат бар ма? Деп айттым дейді. Қола наам, ия деп айтты. Бізде де солай бар. Мына Ханафи мазхабында 4 ракағат парыз намаз бен 4 ракағат сүннет намазының оқылуының айырмашылығы бар. Білеміз ғой, оны. 4 ракағат фарыз оқылған кезде бірінші, екінші ракағаттарында Фатихамен қосымша сүре оқимыз. Бірінші, екінші ракағатта. Ал қалған үшінші, төртінші ракағаттарда тек қана не оқимыз? Тек қана Фатиха оқимыз. Бірақ қоссақ болады. Фатихамен қоса тағы сүре оқса бола ма, болмай ма? Болады. Түсінікті ғой? Яғни сұрақ туындауы мүмкін, егер Фатихадан кейін тағы бір қосымша сүре оқитын болсақ, біз намаздың соңында сахусыз жасаймыз ба, жасамаймыз ба? Жауап: жасамаймыз. Түсінікті ғой? Егер оқитын болсақ жасамаймыз. Бірақ негізінде қалай? Фатихадан неден кейін жаңағы Фатихадан кейін ешқандай сүре оқылмайды, бірден рукуға кетеміз. Үшінші және төртінші ракағаттарда. Түсінікті ғой? Парызда. Бірақ оқысақ қате емес екен. Оқысақ болады екен. Ал бірақ сүннет намаз қалай оқылатын еді? Төртеуінде де Фатихамен қоса не оқылады? Сүре қосамыз, дұрыс айтасыз. Ары қарай, қульту, Абу Айюб ал-Ансари айтады. Тағы да мен сұрақ қойдым дейді. Аюфсалу байнахунна бисалам. Бесіннің алдындағы мына 4 ракағат намазды екеуінің арасын сәлеммен бөлеміз бе деп сұрадым дейді. Яғни 2 ракағат оқып, сәлем беріп шығып, сосын тұрып қайттан 2 ракағат оқимыз бе деген сұрақ қойып жатыр. Түсінікті ғой? Сонда қола лә, жоқ деп айтқан екен. Жоқ, олай жасамайсың. Яғни 4 ракағат сүннетті толығымен оқып шығасың деген сөз екен. Түсінікті ғой, да? Одан кейін барып сәлем бересіз. Дұрыс айтасыз. Енді қараңыз, осы жерде бір сұрақ туындайды. Бұл хадис енді кімдер риуаят еткен бұл хадисті? Қараңыздар. Бұл жерде біз айттық, жоғарыда имам Мухаммад ибн Хасан аш-Шайбани өзінің Муатта деген кітабында келтірді деп айттық, хадис кітабында. Демек, имам Мухаммадтың да Муатта деген кітабы болған. Сол сияқты бұл хадис Абу Даудта келген екен, Ибн Мажада келген екен, және имам Тирмизидің Шамаил деген кітабында келген екен. Пайғамбар алейхиссалату вассаламның мына түр әлпеті, амалдары жайында жазылған кітап. Шамаил деп аталатын кітап. Және де міне осы кітаптарда келген тағы да Абу Айюб ал-Ансаридан жеткізілген. Енді қараңыз, сұрақ туындайды. Мысалы, кейбір кісілер бесін намазының алдында 4 ракағат сүннетті бөліп оқиды. 2 ракағат оқиды, сосын 2 ракағат оқиды. Неге бұлай жасалады десе, жауап ретінде айтады, себебі парызға ұқсап кетпеу керек дейді.
Бұл намаз парызға ұқсап кетпеу керек дейді. Қараңыздар, бұл логика. Парызға ұқсап кетпеу керек деген сөз бұл не? Бұл әшейін логика, бұл ақыл ғана. Түсінікті ғой? Әйтпесе парызға ұқсап кетпесін дейтін болсақ, онда таң намазының 2 ракағат сүннетін, онда 2 ракағат оқымау керек онда. Неге ұқсап кетеді себебі? Таң намазының 2 ракағат парызына ұқсап кетеді. Яғни парызға ұқсап кетпесін деген түсінік, ол жай логика. Дұрыс, ол пікірді бір ғалымдар айтқан болуы мүмкін, біз оны жасырмаймыз. Кейбір ғалымдар айтқан болуы мүмкін. Бірақ хадис бар кезде, нас бар кезде, бұлтартпас дәлел бар кезде, біздер не істемейміз? Ондай ақылмен айтылған сөзге жүгінбейміз. Себебі 4 ракағат сүннетті үзбей толығымен оқу жайында хадис келіп тұр. Бұл хадис сахих хадис. Олай болса, 4 ракағат сүннетті толығымен үзбей оқу, ол пайғамбар алейхиссалату вассаламның амалында бар екен. Бұлай оқу қате емес екен, бұл сүннет екен. Түсінікті ғой? Біз иншалла осыны біз білуіміз керек. Яғни хадис бар кезде ақылға орын жоқ. Жоқ, мына 4 ракағат намазды арасын бөлу, сәлеммен бөлу. Яғни ұқсап кетпесін деп 2 ракағаттан бөліп оқиды сәлеммен. Бұл дұрыс емес. Неге? Себебі хадис келді. 4 ракағат сүннетті толық оқу керек деген хадис келді. Жақсы. Және де уамма каунуха қабла джумати казалик. Жұма намазынан алдын дәл сол сияқты мына 4 ракағат сүннет оқу жайында, яғни казалик деген бір жағынан 4 ракағатты толық үзбей оқу жайында, ең соңында бірақ сәлем беріп оқу жайында, жұма намазының алдында, яғни парыздың алдында. Бұған келетін болсақ, фали қаули ибн Аббасин, Абдулла ибн Аббас радиаллаху анхумадан жеткізілген екен. Кана саллаллаху алейхи ва саллама яркау қабла al-джум'ати арбаан ла яфсилу фи шейин минхун. Абдулла ибн Аббас радиаллаху анхума жеткізеді екен, сахаба айтады екен, қараңыздар, пайғамбар алейхиссалату вассалам жұма намазының парыздан алдын 4 ракағат намаз оқыды, және арасын бөлген жоқ дейді. Ешбірін бөлген жоқ дейді. Яғни ортада сәлем беріп намаздан шығып, қайтадан 2 ракағат намаз бастап, олай жасаған жоқ. 4 ракағатты жұма намазының алдында, парыздан алдын бірден оқып дейді. Түсінікті ғой? Бұл хадисті мына жерде Ибн Маджа жеткізген екен. Мубашшир ибн Убайд деген кісіден жеткізген екен. Сол сияқты Али радиаллаху анхудан да жеткен хадис бар екен бұған байланысты. Вали қаули Али радиаллаху анху кана Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллама яркау қабла al-джум'ати арбаан. Пайғамбар алейхиссалату вассалам жұма намазынан алдын 4 ракағат намаз оқитын еді. Ва яджалу таслима фи ахирихинна ракаатан. Ал сәлемді ең соңғы ракағатқа қалдыратын еді дейді. Ең соңғы ракағатта бірақ сәлем беретін еді дейді. Яғни 2 ракағат бөліп оқымайтын еді, бірден ең соңында 4 ракағат бірден оқып, соңында сәлем беретін еді дейді. Рауаху Табаранию, имам ат-Табарани жеткізеді. Бұл хадисті осылай жеткізген екен. Қараңыздар, енді уамма каунуха ба'дал джум'ати. Ал жұма намазынан кейін біз 4 ракағат оқимыз, 5-нен кейін 2 ракағат оқимыз да, бірақ жұма намазынан кейін 4 ракағат оқимыз. Бұған байланысты хадисте бар екен, қараңыздар. Фалима рауахул джамаату илля al-Бухария. Имам al-Бухариден басқа жамаат. Бұл термин, жамаат деген бұл жерде термин. Бұл анау, мысалы біз қазір отырмыз, жамағат болып отырмыз, бұл жамағат емес. Бұл жерде бұл термин имам al-Бухариден басқа 5 хадис ғалымын айтып отыр. Тирмизи, Абу Дауд, Насаи, Ибн Маджа, Муслим. Түсінікті ғой? Осы 5-еуін жамаат деп атайды. Яғни имам al-Бухариден бөлек жамаат жеткізді десе, міне осы 5-еу айтылады деген. Түсінікті ғой? Демек, бұл хадис сахих хадис. Ан Аби Хурайрата радиаллаху анху қол Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллам. Алла елшісі айтады екен: "Иба саллайтум ба'дал джумуа", жұма намазынан кейін намаз оқитын болсаңдар, фасаллу арбаан, 4 ракағат оқыңдар дейді. Фаин аджила бика шей, егер сені бір нәрсе асықтырған болса, фасалли ракаатайни фил масджид, онда 2 ракағатты мешітте оқы, ва ракаатайни иба раджаат, үйге оралған кезде 2 ракағатты сол кезде оқы дейді. Бұл хадисті имам Муслим жеткізген екен, және имам Ахмад, басқа да ғалымдар жеткізген екен.
Қараңыздар, осы жерден біз нені көреміз? Жұмадан кейін 4 ракағат намаз оқимыз. Жұманы фарызынан алдын да 4 ракағат бар екен, үзбей оқимыз. Жұма намазының фарызынан кейін де 4 ракағат бар екен, үзбей оқимыз. Ол хадисте келген нәрсе. Бірақ асығыс жағдайда үзіп оқуға болады дейді. Яғни 2 ракағат оқып, сосын 2 ракағат оқып. Асығыс жағдайда. Қалай, мысалы бір нәрсе сені асықтырған болса, онда мешітте 2 ракағат оқып ал, кейін сыртқа барып үйіңе жеткен кезде сол жақта 2 ракағат оқисың дейді. Бұлай жасауға болады екен. Және мына бесін намазының алдында да мына 4 ракағат сүннет дейміз ғой. Соны 2 ракағат қылып оқыған хадистерде бар, жоқ емес. Оны Ханафи мазхабының ғалымдары оны жоққа шығармайды. Бірақ оны Ханафи ғалымдар қалай түсінген? Оны Ханафи ғалымдар айтады, негізінде 4 ракағат оқылу керек, бірақ асығыс жағдай болғандықтан оны 2 ракағат қысқартып оқып дейді. Түсінікті ғой? Және де Ханафи мазхабынан мынандай фәтуалар да берілген. Дәл осы мына Мұхтасар уиқая кітабының шархы, мына Фатху бабил инаяда бұл мәселе қамтылған, жазылған. Қараңыздар, мысал үшін бесін намазына біз кешігіп келіп қалдық. Азан қашан айтылып қойған? Парыз намазының оқылуына жақын уақыт қалды. Біз бірақ 4 ракағатқа ниет етіп намаз бастадық. Намаз бастаған болсақ, сөйтіп намаз оқып тұрған кезімізде егер қамат түсірілетін болса, иқамат айтылатын болса, онда біз, мына Ханафи мазхабының кітаптарында жазылған, біз ол намазымызды 2 ракағат қылып аяқтаймыз дейді. Түсінікті ғой? 4 ракағаттың бәрін оқып жатпаймыз, не істейміз? 2 ракағат қылып аяқтаймыз дейді. Егер біз бірінші немесе екінші ракағатына тұрған болсақ, қамат түсіріле бастады ма, не істейміз? Бірінші ракат тұрған болса, тағы ракат қосамыздағы 2 ракат қылып бітіреміз. Ал егер үшінші немесе төртінші ракатта тұрған болсақ, онда толық аяқтаймыз. Түсінікті ғой? Осылай жасау керек. Міне, жұмада да солай. Жұмада да солай. Яғни кешігіп келген жағдайда, мысалы, келіп қалдық, сүннет намазға, енді азан айтып уже құтпаға шығайын деп жатыр имам. Сіз не істейсіз? 4 ракатын бәрін оқып жатпаңыз, 2 ракат қылып қысқартып оқисаңыз. Бұл Ханафи мазхабында бар нәрсе. Түсінікті ғой, жақсы. Хадистерде солай келген. Сонымен, демек 2 ракат қылып бітіреміз дағы имамға үйіміз. Түсінікті ғой? Ал егер мешітке келген кезде құтпа айтылып жатқан болса, онда біз отыруымыз керек. Жұма намазында. Немесе бесін намазының фарызы жаңағы азан айтылып, қамат түсіріліп жатқан болса, жаңағы азан айтылып сүннет оқып қойған, біз келіп қалдық, қамат түсіріліп жатыр екен. Онда біз сүннет оқып жатпаймыз, не істейміз? Имамға бірден үйіміз, ондай жағдайда. Бірақ қараңыздар, мешітке келіп, қамат түсіріп намазға тұрған жағдайда да сүннет намаз оқитын жағдай болады. Ол қандай жағдай? Ол таң намазында. Таң намазында мешітке келсек, қамат түсіріліп, имам намаз бастап қойған, жамағат артта тұр, сап болып, біз не істейміз? Барып 2 ракат сүннетті қысқа оқып аламыз. Түсінікті ғой? Бұған дәлел не? Бұған дәлел имам Муслим рахимахулла өзінің сахих хадистер жинағында келтіреді. Сахаба Абу Хурайра радиаллаху анхудан жеткізілген екен. Сахаба Абу Дарда радиаллаху анху. Қараңыз, сахабаның амалын сахаба жеткізіп жатыр. Сахаба Абу Дарда радиаллаху анхудың мына амалын Абу Хурайра жеткізеді екен. Алла екеуіне де разы болсын. Абу Дарда радиаллаху анху мешітке кіреді. Мешітке кірсе, жамағат сап болып, парыз намазын оқып жатыр екен. Имам бар. Сонда сахаба Абу Дарда не істейді? Мешіттің бір бұрышына бараттағы 2 ракағат қысқа намаз оқылады, яғни сүннет намазын оқылады. Сөйтіп келеді дағы имамға үйді, жамағатқа қосылады. Түсінікті ғой? Міне осы сахабаның осы амалы бізге дәлел екен, яғни таң намазында егер фарыз бастап қойған болса да, шетке шығып сүннет намазын оқып алуға бізге дәлел екен. Осылай жасауға болады екен. Бірақ біздің Ханафи мазхаб ғалымдары шарт қойған бұған, айтқан, бұның шарты бар деген. Біз кем дегенде олай жасауымыз үшін кем дегенде 1 ракағатқа болса да имамға үлгеруіміз керек деген. Кем дегенде 1 ракағатқа үлгеруіміз керек деген. Түсінікті ғой? Ол қалайша? Яғни имам 2-ші ракағатта тұрған кезде, түсінікті ғой? Рукуға бармай тұрып, немесе рукуға барған кезде мен үлгеремін деген сенім болса, міне сол кезде барып не істейміз? 2 ракағат сүннетті оқимыз. Ал егер жоқ, үлгере алмаймын ау деген бір күдік болатын болса, онда не істемейміз? Сүннет намаз оқымаймыз, ләжі жоқ, имамға бірден ұйып кетеді екенбіз. Түсінікті ғой? Ал мынау іс, соңғы сөзіміз, мына бір іс қате болады, қараңыздар.
айттық қой, бес намазын жаңағы қамат түсіріліп жатқан болса, біз намаз оқып тұрған болсақ, 2 ракағат қылып аяқтаймыз дедік, 4 ракағатты. А бірақ кейде байқаймыз, намазда тұрады дағы бір кезде қамат түсіріліп жатқан кезде бірден намаздан шығып кетеді. Бұл қате іс, біліңіздер, бұл қате іс. Не істеуіміз керек? Қысқа ғана 2 ракағат қылып аяқтауымыз керек. Себебі бұған дәлел не? Ханафи мазхабында намаз бұзуға болмайды. Бұған дәлел Құранның аяты. Алла субханала тағала Құран кәрімде айтады: "Астаизу билла, ла тубтилу аъмалакум", амалдарыңды бұзбаңдар дейді. Амалдарыңды бұзбаңдар дейді. Түсінікті ғой? Сахаба Абу Дарда бұзған жоқ амалын. Сүннет намазын оқып кете берді, бұзған жоқ амалын. Түсінікті ғой? Біз сахабаның ісін орындауымыз керек. Олай болса, намаз оқып тұрған кезде қамат түсіріліп жатса, намазды бұзбаймыз, 2 ракат қысқа қылып аяқтаймыз, болды. Сөйтіп имам қойып кетеміз. Түсінікті ғой? Және де біз нені оқыдық бүгін? 4 ракағат сүннет намазды 4 ракағат қылып үзбей оқу бар екен, 2 ракағат қылып бөліп оқу жоқ Ханафи мазхабында. 2 ракағат бөліп оқу жоқ. Жаңағы неге олай 2 ракағат бөліп оқисыңдар деп сұралған кезде бауырларымыз жауап беріп жатыр. Не деп жауап береді? Себебі парызға ұқсап кетпеу керек деді. Парызға ұқсап кетпеу керек деген ол пікір, жай пікір, оны бәлкім ғалым кісілер де айтқан болуы мүмкін, оны дұрыс. Бірақ қараңыздар, бізде хадис бар. Сахи хадис 4 ракағат сүннет намазды үзбей оқыды деген, 5 намазын 4 ракағат сүннетін үзбей оқыды деген хадис бар. Сол хадиске сай біз амал жасаймыз. Ал егер сүннет жаңағы ұқсап кетеді дейтін болсақ, парызға ұқсап кетеді дейтін болсақ, онда жаңағы таң намазының 2 ракағат сүннетін біз қайда қоямыз? Парызға ұқсап кетеді, онда біз оны 1 ракағат қыламыз ба? Парызға ұқсап кетеді деген түсінік ол негізі қате түсінік. Осы жерде тоқтайық. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк, ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи раббил аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.